Алматы облысынан мерейлі отбасы деген атаққа биыл дүйім қазаққа аты белгілі Дәрібаевтар отбасы лайық деп танылды. Ел ішінде 32 жылдан бері әсем әнді әуелетумен танымал отбасы мүшелері өнерлерін әрқашан дамытып отырады. Бірінші кезекте әкеміз бен анамыздың тілегінің қабыл болған шығар деп ойлаймыз. Одан кейін біздің жаңағы ұл қыздарының осы өнерге бейім болып өскендігінен деп ойлаймыз. Енді мысал үшін біз біреміз инженер, екіншіміз жаңағы медик болып сондай мамандық таңдап жатсақ, болмаса басқа мамандықтар таңдап жатсақ, енді Дәрібаевтар ансамблі ретінде мүмкін тоқтармет сол кезде. Сол үшін енді барлығымыз бір саланы таңдап, осы өнерге бет бұрғанымыз үшін соны жалғастырдық деп ойлаймын. Дәрібаевтар ансамблінің құрылу тарихы әулеттің отағасы Ибрагим аға мен Әлия Шапаның отау құруынан басталды. Әуелде Әлия Шапа жас келін болғандықтан үй шаруасын жасап, ата-енеге қызмет қылып, өнерге кірісіп кете қоймайды. Таңертеңге ерте тұрамын, сағат сол 4:30-5-терде атамыз азан шақырып, намазға азан шақыра бастағаннан тұрып, дәретінді алып, сөйтіп барып, жаңа екі сиыр болатын, соларды сау керек, одан кейін мал қайдау керек, одан кейін жаңағы басылады, арғарай есін алдына су сеуіп сыпырып, сүтімді пісіріп, самаварға шай қойып. Шаңырақ көтергеннен бір шама уақыт өткен соң, Ибрагим аға ата-анасынан жарымен бірге өнер саласына түбегейлі бет бұруға рұқсат сұрапты. Көңіл күйлер жақсы кезінде сөйтіп күйеуін бастап әкесінен. Содан кейін осы келіндеріңіз азаннан кешке шейін отбасында жүр ғой енді. Бірақ біз анда-санда осындай жұмыстар болады, сол жұмыстарға біз осылай неғылсақ, бастасақ деп едік. Енді әр жұмыста істеп жатқаннан кейін осы бір сала болып келе жатыр енді. Өмір солайға бұрылды қазір. Жеке болып сондай істесек деп еді. Әкесі әрине деді, менің ата-бабамның несін ары қарап жалғастырам десем, рұқсат беремейді. Сонымен рұқсат берді, ол кісілер батасын берді. Ата-ананың ақ батасы үлкен жолға бастады. Дәрібаевтар көп замай елге танымал ансамбльге айналды. Отбасымен жұмыс деген өзі шамалы өте ыңғайлы, не жаңағы жиналу жағынан, ұйымдастыру жағынан өте ыңғайлы. Бірақ нәрсесі бар қиындығы. Менен жетекші ретінде олардан талап етем ғой. Кәдімгі жұмысшының талап еткен. Мен айтам, сендерге жұмыста бастықтарың ұшса, сендер келемейсіңдер, қарамайсыңдар, себебі ол бастық қой. Бастық ол қадалау керек, алу керек. Ал мен уже бастық ретінде емес, әке ретінде, болмаса жаңа аға ретінде сол жаңа талап еткенімді, содан сол жер қиындық. Дәрібаевтар отбасы тек өздері ғана өнерімен айналысып қоймай, қаймана қазақтың баласында осы салаға баулып келеді. Отбасы мүшелері ашқан Дәрібаевтар өнер білім мектебі соның жарқын дәлелі. Сол жерде сәкенмен жаңа келініміз әр түрлі мамандықта тәрбиелеу мәселесі жүріп жатыр. Үлкенім жаңа сәкен, енді Аллаға шүкір, енді Алла көп көрмесін, бір балам бар, 10 баланың жұмысын істейді, шынымды айтсам. Одан кейін Меруерт деген қызым осы жерден есеп бергенбіз, неде? Оның 2 баласы бар, немереміз бар. Одан кейін Гүлден деген қызымыз тұрмысқа шыққан, осы ол да өнер жолындағы жүрген өте дауысы жақсы Ая деген қызымыз. Мынау Жүргеновті бітірді, актриса. Сәкеннің жары сұлушашта өнерден кенде емес. Өз мамандығы филолог болғанмен, өнерлі отбасыға келін болған ол осы жаққа қарай бейімделген көрінеді. Мектеп қабырғасында өте белсенді оқушылардың бірі болдым. Сол қабілеттерімнің бәрін жаңағы осы отбасына келген кезде ұштастыра білдім. Оны жаңағы қайнатам деймін ғой. Қайнатам жаңа бірден байқап, сұлу сен филолог, тіл мамансың, әрі ұйымдастырушылық қабілетің бар, сенің қолыңнан келеді деп маған арқамнан қағып батасын беріп, осы өнер саласына бір табан сүйреген осы атам. Сол уақыттан бері тұрмысқа осы келін болып түскелі 14 жыл болады, Алла берса. Иә, бұл шаңырақтың әр мүшесінің өнерден алған бір-бір еншісі бар.
Тіпті әулеттегі 3-ші буын Сәкеннің балалары да шетінен өнерлі. Атасы бастаған жолды жалғап, көпшілікті қазірдің өзінде тәнті етіп жүр. Енді әрине, үлкен қызым Таңшолпан фортепиано аспабында дәріс алып жатыр. Ал енді екінші қызым Айгерім ол скрипка аспабында дәріс алып жатқан жағдайы бар. Әлинұр деген ұлымыз ол Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балалар мектебінде оқиды. Ол фортепиано аспабында дәріс алып жатыр. Және де Нұрдина деген қызымыз биыл 1-ші сыныпқа Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектепте түсті. Таңы әнмен атып, кеші әнмен бататын жанұяның әр күні мереке. Күнделікті біздің шайшып отқан кезімізде әңгімеміздің бәрі сол жаңағы осы ансамбль жайлы, не жайлы, біздің жұмыстарымыз жайлы, тапсырма, то есть шақырулар келеді, соған қай күні, қай жерде, қай жерде, қандай не киім, қалай нелер, қай репертуар, бәрін ана жерде көкнеді немізде жазылып тұрады календарымызға. Содан сол сияқты соған қарап тұрып, шай ішіп отырып, анау осындай күні ертең мысал үшін концерт бар екен еді, болмаса ертең той бар екен. Өнерлі отбасының басты мақсаты бір орында тоқтап қалмау, одан әрі даму. Бізде әр күні айтылып отырады. Ол бұл әкемнің де арманы, Дәрібаевтар ансамблі ұрпақтан ұрпаққа, ұрпақтар сабақтастығы ретінде жалғасса деген. Енді өзімнің ойымда Дәрібаевтар ансамблі ретінде ғана емес, басқа да жағынан кеңейсе деген арманым бар. Балдарым ертең үлкен оркестр құрса, Дәрібаевтар атындағы оркестр, немесе симфониялық оркестрлар құрып жатса, немесе бенд, әртүрлі бағыттағы нелер құрып жатса, ансамбльдер, сондай арманым бар. Басқа қалаларға, шетелдерге шығып, концерттер қойып жатса, әрқайсысы бір балам өзі жеке де айтып, солай шығып жатса деген арманым бар. Сән салтанаты келіскен, әкенің жолын жалғаған, әрі басқаларға да сол әсем өнерді үйретіп жүрген отбасы, өздерін өнерпазбын деп санап сахнада жүрген бүгінгі көп адамға үлгі.